Саулығыңыз тілеймін, подполковник мырза. Кел, аға сержант. Отыр. Құп болады. Уақыт тығыз, сондықтан да бірден іске көшейік. Тыңдап тұрмын. Өте қиын жағдай болып тұр. Өте ауыр жағдай. Не болып қалды? 2 сағат бұрын ғана біліп отырмын. Бізде буфетте қызмет жасайтын Қарлығаш деген келіншектің 2 күннен кейін туған күн екен ғой. Бұл керемет қой. Оның несі керемет? Дастархан жайнап тұрмаса, жауынгерлер ән салып сайрап тұрмаса. Жасаймыз. Үлгересің бе? Дәл солай. Байқа. Жауынгерлерге күнде той бола бермейді. Бұл оқиғанда есте қаларлықтай етіп, жақсылап, үлкен жауапкершілікпен атқарып шығарсың деп сенім артам. Бәрін ойдағыдай етіп жасаймыз. Кетуге рұқсат етіңіз. Сен әлі осындамысың? Құп болады. Кешіріңіз. Ал Тағы не болып қалды? Сыйлық жағын не істейміз? Сыйлықтан қам жеме, аға сержант. Өз шаруаң тындыра бер. Құп болады. Ренжімеш, бірақ жаман кедергі жасап жатсың. Не болды? Музыка деген ғашықтық қатына көмектесетін зат емес пе? Көмектеседі талғап. Бірақ мына сенің әуенге жатпайды. Дұрыс айтасың. Оған қарағанда менің үйдегі шәйнегім әдемі әуен салады. Жігіттер, түсінсеңдерші, мен қарындасыма әскерден гитара үйреніп келем деп сөз бердім ғой. Талғат, сен қызықсың. Осы қысқа мерзімнің ішінде гитараны толықтай үйреніп алам деп ойлайсың ба? Жігіттер, қойыңдаршы. Араларыңда біреуін жақсы ойнайтын сияқты. Ақылды бола бермеңдерші. Бізге сол керек еді, отырайық енді бәріміз. Әуендеріңді де, музыкаларыңды да қойыңдаршы. Қалашы ойнаңдаршы одан да. Мен де қарсы емеспін. Бұл жігіттерім шынықтырдым, енді миымды шынықтырсам жетеді. Отыр. Сонда мен музыкамнан қайдағы жоқ баланың ойыны жақсы екен ғой. Қайдағы баланың ойыны? Мен оны балабақшада соңғы рет ойнағам. Одан кейін ойнағам. Ойнаған келмесе ойнамай ақ. Ал кеттік. Кім бастайды? Көндірдіңдер. Мен бастайын. Алматы. Ғалымжан, сен? Көкшетау. Ғалымжан, ойынды құртпаса сен? Көкшетау ма? Алматы кәртімен бітпейді ғой? Ой, біте ма, бітпей ма, маған бәрібір. Көкшетау менің сүйікті қалам. Ой, дәлелін қараңдаршы. Сапатон! Бол, жылдам! Тік тұр! Жауынгерлер, әскери тапсырмаларды сағындыңдар ма? Дәл солай. Бұлай болмайды. Аэроұтқыр әскерлеріне уақыттарын босқа өткізу жат нәрсе. Сондықтан сендерге жаңа тапсырмам бар. Қандай мақсаттағы тапсырма, аға сержант мырза? Жарайсың, Нияз, іске деген жауапкершілігің сезіліп тұр. Сендерге жауынгерлер, 2 күннен кейін болатын буфетші Қарлығаш тәтелеріңнің туылған күніне арналған мерекелік кеш ұйымдастыруды тапсырам. Бұл әскери тапсырма емес қой? Сөз туға жауынгер! Келсем, әскери тапсырма емес. Бірақ бұл тапсырма да
маңызды және жауапты. Сұрауға рұқсат па? Сұрасайын. Біз бұл мерекелік шараны қалай өткіземіз? Сен, Нариман, осы жігіттердің арасындағы ең ақылдысысың. Сондықтан мерекелік кештің жобасын өзің қарастыр. Мен саған сеніп тапсырам, ал қалғандарың сайынға барынша көмектесесіңдер. Кешке маған жобаларың туралы хабарлаңдар. Сұрақтарың бар ма? Жоқ. Онда жақсы. Орындаңдар. Осыдан орындамай көріңдер. Аямай. Түсінікті ме? Боссыңдар. Сержантқа не көрінген? Неғып ашулы сонша? Наполеон дағдарысы деген сияқты. Қайдағы Наполеон дағдарыс? Комплекс дейді оны. Одан кейін ол бойы кішкентай адамдарға айтылатын әзіл. Нариман, сен мен түсіндің ғой? Ақыл күйсіз жүріңші. Жігіттер, сержантты қойыңдаршы. Одан да сол мерейтойдың қалай өткізетінімізді ойластырайықшы. Айтпақшы, менің өлеңдерімді Қарлығаш апайға оқып берсем қайтеді? Мынауың ой сен. Сенің өлеңдерің асқана, бауырсақ, тоқаш, нан деген тақырыптарды емес. Етте бар. Міне? Ол кісі асқанада істейді. Тақырыпта бір емес. Нәз болып қалсын, өлеңді сен оқы. Бауырсақ қаймақ. Жігіттер, қайсыларыңда ден дұрыс бір ой бар. Таптым. Баяғыда біз мектепте ағайынды гримдердің ертегісін қоятынбыз. Керек болып қалады деп алып келіп едім. Қандай ағайын болады? Грим. Бремен музыканттары. Роналды. Мектептегі оқысын әскерге алып кетті. Өзің оқысың. Бұл кезде итті күшті ойнағам. Жігіттер, Бектұрға сен осы өнер академиясында оқымап едің? Я режиссерлықта. Болды ғой жігіттер. Режиссер бар, сценарий бар, суретші бар. Енді актерларды алып дұрыстап бәрін рөлге бөлу керек. Мен итті ойнаймын. Қане келші. Шешілді, мен мысық не? Анай, есек, әтеш, олардың ойнайды екен. Режиссерімізді өзіңіз бөліңіз. Есекті кім ойнайды? Жігіттер дұрыстап атсалсайық. Ғалымжан. Мүмкін сен есек боласың, Әтеш. Қайсың Әтеш? Не істейміз жігіттер? Есек пен қоразды ешкім ойнағысы келмейді. Нарис, сен де қызықсың. Жанболатпен ең жақсы рөлдерді алып алдыңдар да қай-қайдағы жануарды ойнатқыларың келіп бізге. Меніңше, мысық пен итте жануарлар ғой? Иә. Жануар ғой, бірақ есек пен қораз сияқты емес қой. Олардың несі ұқсамайды? Олар жағымсыз рөлді ойнайды. Қалай жағымсыз, тәке, қалай жағымсыз? Жағымсыз болмаса. Не қып өздерің алмайсыңдар? Неменеге мен басымда тұрам бұған? Мен бәрібір сендердің қойылымдарыңа қатыспаймын ғой. Мен старшинаға неден қойылым келген, бұл екі актер жетіспей қалды деп барам ба? Я шынымен де біртүрлі болып қалады жігіттер. Алихан қойшы. Өзің неге ойнамайсың есек пен қораз? Мен деген Алиханның тілі таза, автордың сөзін оқиды. Тәке. Неге мен? Қайсарды алсаңыз, Қайсар есектің иесін ойнайды ғой. Жігіттер, есекті мен ақ ойнайын. Танымды. Жоқ, енді мен актерлық шеберлігім керемет емес. Оның үстіне де мәтінді де жаттай алмаймын. Бірақ енді ойна дегеннен кейін ойнайын. Ғалымжан шын айтасың ба? Иә? Алда не? Досым, рахмет саған. Құтқардың. Қалай ойнайсың?
ас ішу кезіндегі бұл не деген бітпейтін құшақтасу, а? Кінәлін аға сержант мырза. Мерекелік кешке дайындалып жатырмыз. Мерекелік кеш? Иә. Сен бұндай қылығыңды сайын. Буфетші қарлығаш тәтеңмен істеп жүр ме? Жарай ма? Дәл солай. Әйтпесе күнің еден жуумен өтеді. Жалғастыр. Бол. Тезірек қады. Авторға осыны алып шығасың, ә? Қарақшылар бар бізде. Мысық, ит, автор, диірменші, есек бар. Бар. Қораз жоқ, қораз. Жігіттер, кімді қораз қыламыз? Талғат, сен адамгершілік қасиетің бар ма жоқ па? Қойшы болып сөз жаттап отырмыз ғой? Сіздердің жандарыңызда адамгершілігі мол адам болып қалу қиынырақ. Қойшы осындай. Не айтпақшысың мен? Музыкантсың. О, Мысық мырза, сіздердің рөлдеріңіз жайында айтып жатқаным ғой. Қазір саған Мысық мырзаң көзіңнен жақсылап тұрып бір соққы берсе, қалай қарайсың? Кешіріңіз, менің мысықтың жүніне аллергиям бар еді. Сен әбден жынма тип. Жас бала болып кеттіңдер ме? Старшина қойымды қойға рұқсат берді. Жалғастырайық ма? Жақсы болып, қорасы қайдан табамыз? Білмеймін. Жігіттер, ойланатын несі бар? Біреу жүр ғой міне, қораздан. Тәке, ойнайшы. Шында да, Талғат. Кім? Мен ба? Жоқ, жігіттер. Айттым ғой сендерге? Айттым ғой мен сендерге, басында-ақ білген. Сендермен бірге мал болып жүрген шығармашылық сіздерге табыс тілеймін. Аз-маз жұмыстарым бар еді. Іске Қорасы істейін болып. Лайым болып қорасы. Енді қайтесің бек тұрған? Мені қатарда жауынгер. Тамақ ішер алдында бір таблеткадан күніне 3 рет ішесің. Содан асқазаныңның ауырғанын қояды. Иә, рахмет сізге. Кете берсін рұқсат па? Бара бер. Бір нәрсеңді ұмыттың ба, жауынгер? Мен әлі қартайған жоқпын, есім дұрыс. Нияз, сенсің бе? Отыруға рұқсат етіңіз. Оның қажеті бар ма? Бірақ минутқа ғана. Жарайды, отыр. Тегесіңнен шығарма. Бір ғана минутың бар. Тыңдап тұрмын. Мені мұнда бір уайым алып келді. Ол тағандай ойым. Сіздің денсаулығыңыз жайлы мен қатты алаңдаймын. Біріншіден, қашаннан бері науқастар дәрігердің жағдайын сұрайтын болған? Көрдіңіз бе? Нені? Менің сіздің жағдайыңыз жайлы ойлағаным сізге мүлде әсер етті. Бұл неден? Иә, неден екен? Екіншіден. Не екіншіден? Сіз жаңа маған біріншіден дедіңіз, енді екіншіден. Ал екіншіден жарайды. Маған медициналық көмек керек екен. Сен қайдан ойлап таптың, а? Содан. Бұл тағынды жауап. Не шамаң осыған ғана жете ме? Түсінбеймін. Немене сенің артыңнан көп қыздар жүгіретін? Оны қайдан білесіз? Білем. Бәрін де білем. Буфетші Қарлығашта, бүкіл бөлімді білем. Ал бірақ мен түсінбеймін. Сенде тартымды ештеңе де жоқ қой. Солай ма? Онда мен жүре берейін. Бар? Сіздің жағдайыңыз жақсы деп. Айтпақшы қойылымға келесіз бе? Қандай қойылым?
буфеттегі қарлығаш ханымның мерейтойына арналған бремендік музыканттар. Ал сен онда ойнайсың ба? Дәл солай. Кімді ойнайды екенсің? Әзірге белгісіз. Ретін алдыңыз ба? Жарайды. Өте қызық болатын шығар. Келем. Керемет. Тамаша ой. Мен сізді күтем. Сау бол. Ғалымжан, жиналшы, іштей. Жинал. Кеттік ал. Шаршадым. Анау жаққа бар тем алып қайтайын. Тоқта, Ғалымжан. Даусында көбірек сезім, көбірек уайым, мұң болсыншы, мұң. Шаршаған, шалдыққан есе қой, түсінесің бе? Шаршаған, ештеңкеге зауқы жоқ, түсінесің бе? Шаршадым. Анау жаққа бар тем алып қайтайын. Неме күліп тұрсың енді, а? Не? Рөл жайында сөз. Қайда жиналш? Қарным ашқасын. Төс бар. Жігіттер! Не деген бассыздық мынау, а? Бұлай жұмыс істеу мүмкін емес. Немесе 5 минутқа үзіліс салыңдар. Не деген түсінбейтін ана дәу. Кішкене доғара тұрсашы сәл. Жарайды. Үзіліс па? Үзіліс. 5 минуттан кейін осында болыңдар. Нарима. Қойылымға қатысатын болып шешті. Қош. Жігіттер, қораз табылды. Қайдағы қораз? Қораз емес, басқа рөлге. Басқа рөл жоқ. Бар ғой, ертегіде қарақшы бар ғой. Бұзықтар. Солардың бірі қыз. Қарақшыларды Әлімбай, Аюп, Олжабай үшеуіне бөліп берді. Бұл жоқ. Төртіншісі қыласызшы мен. Қыламын. Сен маған айтып едің ғой, есектің есің рөлі бар деп. Бізде мысық бар, ит бар, және қораз бар. Неге солардың есі жоқ, а? Ойдан шығарғысы болмай ма? Мен не, ағайынды гримдерге ұқсап тұрмын ба? Қалай ойдан шығарам? Нарима, әңгіме мынада ғой. Мен Медбике ханымды шақырып қойып едім. Оған айттым, мен қойылымда рөлім бар деп. Біз үшін емес, Медбике ханым үшін ба? Нарима. Тәке, бір жақсы рөл бар. Аласың ба? Мәй саған рөл. Сенде Қораздан басқа рөл жоқ. Жігіттер, үзіліс аяқталды. Актер мырзалар. Барлықтарыңыз сахнаға. Ғалымжан. Таста шандардың. Салма шоу. Түсінің ғой? Іштей жинал. Шаршап кеткенсің. Анау жаққа дем алып қайтайыншы. Жылауға сізге бола әскерге барып келейін. Құрметті қарулас достар, біз бүгін Қарлығаштың туған күнін өткізу үшін осында жиналдық. Өзімнің ротамның атынан және бүткіл әскери бөлімнің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Және Қарлығашқа біздің бөлімшенің арнайы дайындаған сыйлығы бар. Соны ұсынамыз. Бірінші бөлім. Қу. Ертеде. Ешкі жүні бөртеді. Бір сап-сары дерменші болыпты.
Ол диірменшінің суғынды. Ол диірменшінің көк есегі болыпты. Шық! Шық! Шықпа! Неге? Подполковник отыр ғой. Шық деймін. Суғынды. Ол есек өзі күшті болыпты. Мықты болыпты. Сондай-ақ қарны дәу болыпты. Ол есек онды да тасыпты. Он? Үсіп? А? Жүкті де тасыпты. Бүкіл ротаға көрпе төсек тасыпты, ананы тасыпты, мынаны тасыпты. Сөйтіп есек шаршапты. Шаршапты. Шаршағанды соншалық шалдығыпты. Әлгі есектің шаршағаны соншалық бір күні иесінен сұранып бұлай депті. Шаршадым. Қарлығаш апайдың туған күніне барғым келеді депті. Сөйтіп егесі ашуланып бұлай депті. Жоқ, бармайсың депті. Дептіні мен айтам. Жоқ, бармайсың дептіні мынау айтады. Депті. Сөйтіп әлгі есек бармайсың түсінікті ма? Дәл солай. Естімей тұрым. Дәл солай. Сөйтіп әлгі есек шыдай алмай қаша жөнеліпті. Оның иесі артынан қуа жөнеліпті. Екінші бөлім. Кездесу. Сол ертек. Әлгі ертегіде бір ит пен мысық бірін-бірі қуып жүріпті. Мысық, сен керісінше қашасың, сен қуасың. Өстіп жүргенде әлгі көк пен қара ит кездесіпті. Тамаша старшина. Не істеп жүрсің? Десанттардың арасында осындай талантты жігіттер бар деп кім ойлаған? Керемет. Драма үйірмесін ашуға болады. Жарайсыңдар. Әрқашанда дайын болуға тырысамыз. Ал мен подполковник мырза. Бұлардың дарынды екенін баяғыда білген подполковник мырза. Ой, көңіл көтеретін жер іздеп жүрмін деймін. Жүр ендеше Қарлығаш апайдың туған күніне барайық. Қош. Иә. Жүр, барайық. Жүр. Депті. Сөйтіп екеуі қол ұстасып, Қарлығаш апайдың туған күніне жөнеліпті. Үшінші бөлім. Сиқыр.
Osылай төртеуі кездесіпті. Әй, тауық! Мен әтеш? Әтеш! Масақ, не істеп жүрсің? Дер. Біз Қарлығаш апайдың туған күніне сиқыр дайындап жүрміз. Ендеше бәріміз бірге Қарлығаш апайға барайық. О, табылған ақыл, барайық. Жүр. Жүр. Gel. Өстіп, төртеуі қол ұстасып, Қарлығаш апайдың туған күніне аттаныпты. Арада күн өтеді. Ай өтеді. Ақыры төртеуі бірінші бірінші бөлімге жетіпті. Олардың алдарынан 3 қарақшы шығыпты. Сендер кімсіңдер? Қайда барасыңдар? Біз Қарлығаш апайдың туған күніне барамыз. Депті. Туған күнге қатты барғыларың келіп қалды ма? Иә. Ал ендеше бармайсыңдар. Барамыз. Біз айттық. Бармайсыңдар. Барамыз. Осы кезде төбелес басталды. Осылай қораз, ит, есек, мысық төртеуі жеңіп, мерейтойдың үстіне түсіпті. Азаматтық борыш сақтап келеміз, қиындықтың бәріне де жеңеміз. Айра отқыр әскерлері, жанымызды отан үшін береміз. Жанымызды отан үшін береміз. Есек пен ит болып құттықтаймыз, Мысық пен қораз болып құттықтаймыз. бізден басқа ешкім емес деп Қарлығаш апайды құттықтаймыз. Қарлығаш апайды құттықтаймыз. Еркін тұр.
Жарайсыңдар, жауынгерлер. Бүгін сендер десанттардың тек қана әскери тапсырманы орындауға ғана емес, басқа тапсырманы да орындауға қабілетті екенін дәлелдеп шықтыңдар. Барлығы да сендерге риза. Өнерлеріңе тәнті болып. Сондықтан да мен подполковник Дулат осы қойылымға қатысқан жауынгерлерге өз атымнан алғыс жариялаймын. Құп болады, алғыс! Дем алыңдар. Тік тұр! Еркін тұр! Еркін тұр! Жарайсыңдар, жігіттер. Боссыңдар. Жарайсыңдар. Дем алыңдар. Жігіттер, маған бар ғой қойылым шынында ұнады. Басында бас тартқаным үшін қазір өкініп отырмын негізі. Талғат, осы сенің ойыңды өзгертуге не әсер етті? Біріншіден, жігіттер, бағана сахнада тұрғанда халыққа қарасам, біз оларға кәдімгідей қуаныш сыйлап, олар бізге күліп, қол шапалақтап, ықыласына бөледі. Ең бастысы, ол маған бүгін ерекше қарады. Кімді өттірсің? Қарлығаш апай ма? Ой, сен де қатырсың. Медбике жайында айтып отыр. Ой. Қалай қарады, ерекше қарады? Қалайсың? Менің ойыным оған ерекше маған сияқты. Енді Талғат, сенің киімің елден ерекше болды емес пе? Ой, осы ми қасиет бір нәрсе айтшы, Әлихан. Ал маған рөлім ұнады. Басында қорқам, күлеме деп. Енді елдің бәрі күлді ғой. Әуелі едендер дірілдік білді. Ол жақсы күлкі ғой. Мен масқара болып қалам ба деп. Жоқ, басында мәтінді ұмытып қалам ба деп қатты қорықтым. Сахнаға шыққан кезде оның бәрін ойлауды доғардым. Ең бастысы мәтінді ұмытпадым ғой. Қабілетін, есте сақтау қабілетін нашар дейсің. Сенікі уайымнан бәрі. Уайымдама болды. Мүмкін шынында да содан шығар екен? Айтпақшы жігіттер. Осы ойнау сендерге қатты ұнады, Иә. Сендерге бір жақсы жаңалығым бар. Қандай жоқ? Бағана қойылымнан кейін подполковник Дулат пен старшинаның әңгімесін байқадым. Біздің бөлімде жаңадан драмалық үйірме ашатын ойлар бар. Қойш! Несі бар? Әлі мықты қойылымдар қоюға болады ғой? Медбике келіп тұрса, барлық қойылымға қатысуға дайынмын. Талғат, сен сонда қоразды да есекті де ойнай бересің бе? Енді ойнай? Ай Талғат, қойылымға жаннан келмеген өкінішті болды. Иә, өкінішті. Ол табиғи даусымен аңырады ғой. Ойпырмай. Өзіңе қарамасаңшы, көктемгі мысықтардан да артық. Мяу деп қалмады. Жігіттер, барлығы іште емес. Біздің режиссерімізге рахмет, бізді хайуан алып қойған. Hayvanlarım benim. Allah'a kara karıştı. Отыра беріңдер. Отыра беріңдер. Бөлім емес бір премиумдік музыканттар сияқты. Жігіттер, қорықпаңдар. Бұғанда музыканы сүйсініп тыңдайтындай қыламыз.